жаңа айтып кеттік қой, мына Жора Жолдас деген мәселелер. Соның ішінде мынау қазір ғана өлеңмен шыққан кластастар деген бәле бар. Вообще кластастар деген негізі дұрыс нәрсе. Бірақ оның бір шеңбері болу керек. Қазір мектеп бітіргенімізге 20 жыл, 10 жыл, 50 жыл болды дегендер бәрі жиналады. Жиналғаннан кейін құр отырмайды бұларша. Біз айтқанда уағыз айтып жақсы сөз жоқ жерде. Сен есінде ме, школда чумо болғасын, қазір осындай болып кетіпсің ғой, немесе сен мындай болса бірін-бірін басады. Одан кейін өшіп қалған школдағы махаббаттарды оятады ғой. Ең жаман сол. Сөп тыныш анау семьясымен өмір сүріп кетті біреу. Сенің күйеуің мынандай болған, әйелің мынандай болған деп оны алып абирін ашады. Жаңа айтқандай абир ашады. Бұл жаман нәрсе. Одан кейін школдағы жоқ махаббаттарды оятады ғой. Соңынан өзінің әйелін жек көріп, анаған үйленуің керек еді, анау махаббатың күшті болатын еді, мынамен мынандай болып кететін едім деген нәрселердің барлығы дұрыс нәрсе емес. Сол үшін ондайға кездесудің қажеті жоқ. Кездестің ба? Ең жақсы қазір мынандай жасап жатыр. Барлығы жиналады кластастар. Бір жетім жесірге үй алып берейік. Бір жағдай жоқтарға жағдай жасап берейік. Қанша ортамызда сіздердің қатарларыңызда жесір қалғандар бар жас күйінде. Солардың үйі жоқ, квартирадан квартира. Давай соның бір жағдайын жасайық кластастар. Міне осыны жасау керек. Мешіт соғыңыздар. Бір мешіт соғайық кластастардың атынан. Немесе бір бар мешітті ремонттап берейік. Немесе бір жақсылық жасау. Отырып алып, сол тамақ жеп, осы тамаққа кеткен бәлен ақшаны жетім жесірге беру керек. Тамақ жемей-ақ группа құрып алған, сол группа WhatsApp'та бір-біріне ит жоқ, айдағы жоқ әңгімелерді айтады да. Сен мынандай болғансың, мен мынандай болғам. Не керегі бар соның? Абирін ашып, күнә істеу бір басқа, күнәмен мақтанып, күнәні тарату, ол одан өткен ауыр күнә. Сондықтан міне Жора Жолдастар, бұл айыптарыңызды ашпаңыздар бір-біріңізді. Қайта мықты болған, бұл азамат болған деп бір-бірін көтеру керек.